Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен Оразгүл осындай өте дәмді болып шығатын опипай тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа, сары май және де ұнымызға какао разъехтел қосып дайындап аламыз. Және де шоколад, шекер. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып, үстінен шекерімізді саламыз. Шекерімізді салғаннан соң бірден миксерлейміз. Арасы 1 минут, 2 минут үзіліп қалса, бізде реакция жүрмей қалады. Жақсылап миксерлегеннен кейін бізде осындай ақ масса шығады, үлкен болып көтеріліп. Сіздерде осылай тоқтатпай ақ масса шығаруларыңыз керек. Сол кезде корждарыңыз үлкен болып пісетін болады. Келесі кезекте біз Қазақстан шоколадын қолданыңыздар. Сары майымызды салып, осылай қайнаған суда ертіп аламыз. Ертіп болғаннан кейін осылай құйып аламыз және де миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнның жартысын саламыз. Барлығын салсақ, бізде көтеріп алған массамыз түсіп кетеді. Осылай жартысын салып, жақсылап миксерлейміз. Bir қалыпты миксерлеп, ұнның іртіктерін барлығын жазып аламыз. Енді қалған ұнымызды саламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Және де бізде осындай сұйық масса шықты. Енді бұны көп қалдырмаймыз, өйткені бізде сары майымыз бен шоколадымыз қатып қалады. Ең алдымен пергамент қағаздың барлығын төсеп аламыз. Менде 24 сантиметр мен өлшеп алдым. Сіздерде өз қалауларыңыз бойынша өлшеп алыңыздар. Үстіне 3 қасықтан құйып шығамыз. 3 қасық болмаса 4 қасықтан барлығына бірдей құйып аламыз. Құйып болғаннан соң сыраз жаюымыз керек. Өйткені бізде қатып қалады корждарымыз. Осылай барлығын жайып 180 градуста 5-10 минут пісіріп аламыз. Піскенін біз ши таяқшамен біліп аламыз, тексеріп аламыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізде ыдысымыз құрғақ болу керек. Және де 400 грамм виппакты осылай құйып, кішкене миксерлеп аламыз. Осылай кішкене миксерлеп болғаннан кейін сахарный пудраны саламыз. Сахарный пудра бізде 200-250 грамм болу керек. Сонда кремдеріңіз жақсы шығады. Сіздерге айта кететін жайт, егер де виппакты базардан алып келген болсаңыздар, оны холодильникке қойып мұздатып алу керек. Сонда кремдеріңіз жақсы шығады. Және де біз кремді салқын жерде істейміз. Ыстық жерде істесек, креміміз тағы да шықпай қалуы мүмкін. Осылай тоқтатпай бір қалыпты миксерлейміз. Бізде осылай 10-15 минут миксерлеп, қою крем шығарамыз. Творожный сыр, сливки болмаса да осылай виппакпен, сахарный пудрамен де крем жасауларыңызға болады. Бізде осындай қою крем шығады. Және де оның дайын болмағанын ыдыста төңкеріп білеміз. Төңкерген кезде бізде крем жерге төгілмесе, онда крем дайын болды деген сөз. Келесі кезекте біз әсемдеуге кірісеміз. Осылай ортасына кішкене крем жағамыз. Жылжып кетпеу үшін үстіне корждарымызды қоямыз. Мен де осы опипайды бірінші рет жасап тұрмын. Сіздер де осы рецептпен жасасаңыздар, шығатынына 100% сенімдімін. Өйткені өзім бірінші рет жасап тұрмын.
біз осылай шариктерін жақсылап шығарып аламыз. Басын шығарып, артқы жағын өзімізге қарай тартамыз. Сол кезде өте керемет болып шығады. Барлығын осылай жасап болдық. Және де айта кететін жайт, ең соңында қолдың арасында қалған кремнен шарик шығарудың керегі жоқ. Өйткені ол еріп кетеді. Оны ортасына жағып жібереміз. Осылай бір тегіс етіп жағып, келесі корждарымызды қойып, шариктерін шығарып аламыз. Шариктерді шығарып болған соң, барлық корждарды жасап болғаннан кейін бізде осындай биік болып көтеріліп, әдемі вуй-пипай шықты. Ең соңғы коржымызды бетіне қоямыз. Мен шеттерін кішкене туырлап алдым. Негізінде бұның бетіне де крем жағылу керек. Менде есімнен шығып кетіпті. Үстінен жаңағыдай шоколадпен сармайымызды ертіп құйып аламыз. Солай шоколадымызды жақсылап ертіп, айналдыра жағып шығамыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде 100% шығады деген сенімдемін. Бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Жеміс-жидек қойсаңыздар болады, шоколад қойсаңыздар болады, немесе ештеңе жасамасаңыздар да болады. Осылай вуй-пипай тортын жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар дегім келеді. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер өте керемет шығады. Достар, менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Видеом ұнаса, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта менің каналымнан көптеген рецепттер таба алатын боласыздар. Бір жасағаннан осылай керемет болып шығатын торттың, басқа да көптеген тағамдардың рецептін салатын боламын. Назарларыңызға рахмет.